Абзалға деген ессіз сезімнің жетегіне еріп, өзіне шынайы махаббат пен қамқорлық сыйлаған адамды қалай ұмытқанына таң қалды. Арманның күлімсіреп, Айнұр бәрі жақсы болады деген сөздері құлағында жаңғырып тұрғандай. Бірақ ол енді жоқ. Өксіп жылағысы келді, бірақ даусы шықпады. Жастыққа басын кеміп, үнсіз көз жасына ерік берді. Барлығы кеш еді. Арман қайтып келмейтінін түсіну жүрегін қарс айырып жіберді. Осылайша ол қапыда қадіріне жетпеген арманға деген сағыныш пен өкініштің отына өртеніп жатты. Айнұр күннен күнге өз-өзіне симай естен адасып бара жатты. Оның ойынан арман бір сәтке де кетпеді. Таң атса да, күн батса да, санасын тек бір ғана сөз кернеді. Мен өлтірдім, мен өлтірдім. Ол бұл сөзді үздіксіз қайталай беретін болды. Айнұрдың жүзі солғын тартып, көзі шүңірейіп, жанары мұңға толы жансыз кейіпке енді. Бөлмесінен шықпай, өткен күндерді қайта-қайта ой елегінен өткізіп, өзін іштей жеп жатты. Кешегі армандардың күл-талқаны шықты. Жүрегіндегі оттың орнына қараңғы тұңғиық орнағандай еді. Ол маған еш жамандық жасамады, ал менше, деп жылайтын ол түнде төсегінде дөңбекшіп жатып. Айнұр кейде өзінен қорқатын болды. Оның есіне түнделетіп, көлік тежегішін қиып жүрген сәті түссе, жүрегі тас төбесіне шығып, қолы қалтырап кететін. Ол барлығын қайтарып алғысы келді, бірақ кеш еді. Бірде анасы есіктің артынан оның өзімен өзі күбірлеп отырғанын естіп қалды. Арман, кешір мені, мен сені өлтірдім, Арман. Бұны естіген анасы шошып күйеуіне айтты. Олар қыздарының халін байқап уайымдай бастады. Байғұс қыз әлі есін жинай алмай жүр, деп шешесі ауыр күрсінді. Ал Айнұрдың ойы бірақ нәрсеге тірелетін болды. Ол арманның бейнесін елестетіп, оның қиналған жүзін көруден жындануға шақ қалған еді. Шындықты жасыру мүмкін емес екенін түсінген сайын ішіндегі үрей мен өкініш оны азаптай түсті. Енді ол үйдің ішінде бір сәтке де тыныш жүре алмайтын халге жетті. Айнаға қараса да арманның жанарындай сұсты көздер көрінетіндей, түнде ұйықтамақ болса да дауысы құлағынан кетпейтін болды. Айнұрды төркініне алып кеткеннен кейін де оның жағдайы жақсармады. Әке-шешесі бар мейірімін төгіп, қолдарынан келгенше жұбатуға тырысты. Бірақ Айнұрдың көзінде бұрынғы оттың ұшқыны да қалмаған еді. Ол күні-түні бір ғана сөзді қайталай беретін. Мен оны өлтірдім. Мен оны өлтірдім. Анасы оны ақ жаулықпен басынан сипап жанына отырып, қызым, өткен өтті, өмір жалғасады, сен әлі жассың, бәрі қалпына келеді, деп жұбатып көрсе де, Айнұр үнсіз ғана жерге қарап басын шайқай беретін. Көрші-қолаң жынданған деп сыртынан күңкілдеп бастайды. Емшілерге апарудан шаршаған ата-анасы дәрігерлерге де көрсетті, бірақ ешқандай ем қонбады. Дәрігерлер психологиялық соққы деп дәрі жазып берді. Бірақ Айнұрдың жан жарасына ештеңе әсер етпеді. Күн өткен сайын оның көз алдына арманның бейнесі жиі келетін болды. Түнде шошып оянып, қараңғы бөлменің ішінде оның іздеп жүретін. Кейде анасының жанына барып, үрейлі дауыспен, «Мама, Арманды көрдің бе? Ол мені іздеп жүрме?» деп сұрайтын. Ата-анасының жүрегі қарс айырылатын. Олардың алдында өмірге өкпелі, өзімен өзі күресіп жүрген қызының бейнесі ғана қалғандай. Бір күні Айнұр әкесіне жақындай, жалынышты үнмен, «Әке, мені Арманның қасына апарыңызшы, мен оның қасында болғым келеді», деді. Әкесі оның сөзін естігенде еңсесі түсіп, басын шайқады. «Қызым-ау, сенің өмірің алда, Арман өлді, оны қайта ара алмаймысың, деді ауыр күрсініп.
Бірақ Айнұр бұл сөздерге сенгісі келмеді. Ол терезенің алдында отырып, ауыл жаққа ұзақ қарап, іштей өзін жей берді. Күн артынан күн өтіп жатты, бірақ оның жан дүниесіндегі қара бұлт сейілер емес. Айнұр үшін өмір тоқтағандай еді.